Армысыздар, қалайсыздар? Бүгін менің арнамда жаңа формат, шолу. Алғашқы көлікті қандай түсірем деп біраз ойландым деп өтірік айтпай қойын, қолда бар мүмкіндік болған көлік осы Toyota RAV4. Дегенмен, бұл 2019 жылғы көлік. Қазір оны сатып алудың қажеті бар ма? Жалпы қандай артықшылықтары, қандай кемшіліктері бар? Сіздерге айтуға тырысам, ендеше көріңіздер. Алғашқы RAV4 конвейерден 1994 жылы шықты. Әуелде бұл көлік жастарға белсенді демалысқа арналған көлік ретінде таныстырылған еді. Атауы да соған меңзеп тұр ғой. RAV4 Recreation Active Vehicle, яғни белсенді демалыстың көлігі. Ал 4 дегеніміз толық жетек дегенді білдіреді. Дегенмен, одан бері RAV4-тің 5 буыны ауысты, біраз нәрсе өзгерді, әуелгі бағытынан біраз ауытқыды десек те болады. Қазір бұл белсенді демалыс үшін емес, мынау 5-ші буыны нағыз қаланың кроссоверіне айналды. Айтпақшы, бұлардың моно жетекті түрлері де бар. Сонда бұл RAV4 емес, RAV2 болуы керек пе еді? Сонымен, 3-ші және 4-ші буындағы RAV4-ті қыздар қатты жақсы көрді. Содан болар бұл көлікті тоқалдардың көлігі деген атаумен де айтып жүрді. Дегенмен 5-ші буын түбегейлі өзгерді. Агрессивті түр жасап алған, қылпылдап тұрған ұстараның жүзіндей қырлары өте көп. Ерлерге де, әйелдерге де бірдей жараса береді. RAV4-тің ұзындығы 4600 мм, ені 1855, ал дөңгелектер базасы бұған дейінгі буыннан 3 см-ге ұзарып 2690 мм-ге жетті. Шамдарына тоқталайық. Шамдары жарық диодты өте жақсы, әдемі және түнде жақсы жанады. Дегенмен, шамдарына қатысты RAV4-тің иелерінің шағымы бар. Жоғары төмен баптау мүмкін емес. Түнде трассада ызғытып келе жатқан кезде сәл әрірек көз тастайын десең, дальныйды жағудан басқа амалың жоқ. Қозғалтқышы мен беріліс қорабына тоқталайын. Біздің нарықта сатылған көліктерді екі түрлі қозғалтқышы бар. Бірі тура осы сияқты 2 литрлі қозғалтқыш, бар жоғы 173 аттың күшін береді. Салмағы 2 тоннадан асатын көлік үшін бұл әрине аздық етеді. Бұл қозғалтқыш жетілдірілген вариатормен жұптасады. Жетілдірілген дегенім бірінші берілісі мен реверсі механикалық. Яғни орнынан қозғалған кезде вариатордың ременіне аса қатты салмақ түсірмейді. Сондай-ақ RAV4-терді дәстүрлі 8 сатылы автоматпен жұптасатын 2,5 литрлі қозғалтқышы да бар. Бұл көлікке лайықтысы да, жарасатыны да осы 2,5 литрлі қозғалтқыш. Дегенмен екеуі де ешқандай проблема туғызбайды. Toyotаның сенімділігі бар ғой. Кез келген жерге ешқандай проблемасыз жеткізуге қауқарлы. Аспасы өте жақсы бапталған. Бұл RAV4-ті 19 дюймдік дөңгелектер орналастырылған. Соған қарамастан жолдағы кез келген шоқырды, ойды, кедір-бодырды емін-еркін жұтып, ішінде комфортты жүруге мүмкіндік бар. Дегенмен, бұл жүріс кезінде мазаны алатын, жүйкеңе тиетін бір нәрсе бар. Ол қозғалтқыштың дауысы кез келген диапазонда салонға емін-еркін кіріп, құлақ етіп жеп тұрады. Ал келе жатып газын аңыратып бассаң болды, ән сап қоя береді. Жүк салғышының көлемі 580 литр. Ал егерде артқы орындықтарын бұлай жатқызатын болсаңыз, 1700 литрге жуықтайды. Осы көлікпен бір үйден бір үйге өзіңіз күнделікті газель жалдамай-ақ көше берсеңіз болады. Ал керек заттарыңызды қуаттау үшін жүк салғышында мынадай 12 вольттық қуаты да бар. Жүк салғышты іштегі батырым арқылы, қақпағындағы батырым арқылы және де бұлай аяқтың қимылымен ашуға болады. Бірақ осы аяқтың қимылымен біраз ербеңдеп тұрып қалуыңыз әбден мүмкін, себебі бір істеп, бір істемейді. Және де ең қиыны мынау ашылу және жабылу уақытын қараңыз. Сіз мәселен үйге келдіңіз, біраз заттарыңызды алдыңызда, жүк салғыштың қақпағын жабасыз, және де бұл толық жабылып болғанша біраз күтуге тура келеді. Шамамен 7-8 секунд. Содан кейін барып қана көлікті құлыптап үйге қайтуыңызға болады.
салонына да келіп жеттік. Әуелгі артқы қатардан бастайын. Менің бойым 1.80, алдыңғы орындығы менің ыңғайыма қарай бапталған, оның үстінде мен ыңғайлы шалқайып отырғанды жақсы көрем. Соның өзінде де тізем мен алдыңғы орынның арасында қанша орын бар екенін көріп тұрсыздар. Ересек 3 адам ешқандай қиындықсыз алыс жолға бұл көлікпен шығуға мүмкіндіктері бар. Артқы адамдарға жасалған ыңғайлық туралы бұл комплектациясында орындық жылытқышы, автоматты терезе түсірулер бар, 2 USB порт орнатылған ортасында, ал 2023 жылдан бері қарай бұл жерге USB емес Type-C орнатқан. Сондай-ақ қыста пеші, жазда кондиционері үрлеу үшін тура ортаға мынадай ауа баптағыш орнатылған. Алдыңғы жолаушылар үшін шынтақ қойғыш астында 2 USB порт, ортада 1 USB порт бар. Сондай-ақ телефонда сымсыз қуаттау жүйесі орнатылған, дегенмен оны пайдаланудың да өзі бір қиямет. Өйткені жүрген кезде телефоныңыз анда-мында қыдырады, қуаттау жүйесі бір өшіп бір қосылады, яғни сіздің жүйкеңізді де телефонның сыртында тез тоздыратын функциялардың бірі осы жерде. Жүргізуші үшін біраз жағдай жасалған. 2 зоналы климат контроль, 2 адам өзіне қажеттісін баптай алады. Одан бөлек экономды режим, орташа режим және спорт режимге баптауға болады. Менің байқауымша осы 3 режимнің ортасында жүріс кезінде едәуір айырмашылық байқалады. Сондай-ақ құмды жерлермен жүру батырмасы, тасты жерлермен жүру батырмасы бар. Бұл жерде толық жетегі АВД болғандықтан электронды басқарылады, қай дөңгелек қандай жерде, қандай сәтте қосылу керек екендігі. Сондықтан кез келген жолда немесе жолы жоқ жерде комфортпен жүруге мүмкіндік бар. Ең негізгісі және Астананың көшелерінде керегі автохолд. RAV4-тің АВД жүйесі арқылы толық жетегі электронды басқарылады, яғни қажетті жылдамдыққа жеткеннен кейін көлік автоматты түрде артқы жетекті өшіріп, тек алдыңғы жетегімен жүреді. Ал бұрылыс кезінде бұның көмегі өте жақсы. Егерде сіз жылдамдықпен келе жатып бұрылысқа кіретін болсаңыз, алдыңғы 2 дөңгелегінің жетегінен бөлек сырт жақтағы артқы доңғалағы бірге қосылып көлікті итереді, яғни бұрылыстарға өте ыңғайлы жайлы кіруге мүмкіндік береді. Қазір мынау бұрылыс кезінде оны анық көруімізге болады. Қазір мінекей толық жетекпен келе жатырмыз, ал оңға қарай сәл рөлді бұрған кезде оң жақ артқысы өшті де, сол жақ арты қалды. Қазір солға қарай сәл бұрыламыз. Бұл жерде сол жақ ішкі артқы доңғалақ өшеді де, 3 доңғалақтың жетегі қалады. Бұл бұрылысқа кірген кезде өте ыңғайлы. Адаптивті круиз контроль, алдыңғы көлікпен қандай қашықтықты ұстау қажеттігін баптау батырмасы, жолақта ұстау батырмасы оң жағында орналасқан, ал рөлдің сол жағында тура Toyota Camry 70-тегі сияқты мультимедиадан қажетті ақпаратты көру үшін, ал музыканы баптау үшін астыңғы қатары арналған. Сондай-ақ бұл көлікте 360 видео камерасы және де соқыр аймақтарды бақылау батырмалары бар. 360 камерасына ерекше тоқталуға болады. Сапасын қараңыздар, мынау баяғы Nokia-ның сапасы сияқты. Қазіргі Hyundai өзге көліктер бұны сапасы жағынан біраз алға басып озған сияқты. Ал артқа берген кезде оны баптаудың бірнеше түрі бар. Қай жағынан көлікті көргіңіз келсе де өзіңіз білесіз. Ал алға жүрген кезде менің ең жек көретінім мынау ортасындағы қара нүкте. Тура алдыңдағы көлікті көру мүмкіндігінен айырыласыз. Сондай-ақ бұл көлікте алдыңғы 2 орындықты жылыту батырмасы бар. Антизаносты өшіруге болады. Сонымен, Toyota RAV4 туралы шағын видеомызда қорытындыласақ, кез келген жағдайда мен бұл көлікті сатып алуға кеңес бере аламын. Бұнымен бір деңгейдегі конкуренттері Tucson, Sportage сияқты көліктерге қарағанда ең үлкен минусы оның бағасында, яғни сәл қымбаттау тұрады. Дегенмен
қазақтың сүйікті Toyotасы. Кез келген жағдайда, кез келген жерге сізді аман есен апаруға дайын тұратын көліктердің бірі осы Toyota. Сондықтан ақшаңыз жетіп жатса, еш ойланбай алуға мүмкіндік бар. Амандықта жүздесейік.